Сабақ барысында балалар пазлдан буындарды жалғау арқылы жаңа сөз жасауға, топпен жұмыс жасау үстінде. Жақсы, жарайсың. Сабина қандай сөз жасады? Қартайда ғой? Мектеп, молодец, жарайсың. Қане қандай, Амина қандай сөз жасады? Айшы. Өте жақсы. Арджун сен қандай сөз жасады? Молодец, жарайсыңдар балалар. Буын тақырыбын өткенде осы жұмыс түрін қолдану өте тиімді. Балалар осы жұмыс түрін жұппен өте жақсы орындайды. Жаза ғой Мағди. Бұл жерде балалар сөздегі дыбыстарды дауысты дауыссызға ажыратады. Қанша әріп, қанша дыбыс, қанша буын бар екенін белгілейді.